Сәлеметсіңдер ме балалар? Көркем жазу сабағын бастаймыз. Тақырып сөздік диктант. Сабақтың мақсаты оқушылардың білім, білік, дағдыларын тексеру. Ендеше балалар, сөздерді мұқият тыңдаймыз. Кітап, қарындаш, көбелек, кесе, алма, қоян, піл, қуыршақ. Балалар, сөздерді оқиға желісі бойынша сөздерді байланыстырып көрейік. Кітап оқып отырып, қолыма қарындашты алдым. Қарындашыма көбелек келіп қонды. Көбелекпен ойнай-ойнай шөлдеп кеттім. Кеседегі суды ішіп, тұрсам, қасында алма тұр екен. Алманы қолыма алғанда, қасыма қоян, піл, қуыршақ келді. Мен қайсысына берерімді білмей, басым қатты. Балалар, оқиға желісі бойынша сөздерді дұрыс жазып білесіңдер деп ойлаймын. Енді сіздерді мына дескриптор бойынша бағалаймыз. Сөздерді қатесіз, орындарын ауыстырмай жазады. Каллиграфиялық нормаларды сақтап жазады. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.